мен аға ретінде сыйлаймын, әлі де айтамын жайықты. Тура өз сөзді айтқан еді кезінде. Жаңағы кешегі айтқанымды айта кетейін, қырғыз қыздарынан қызғанам дегенім, өйткені қазақ жігіттерін тек қана қазақ қыздарын алғанын қалаймын. Және де өзім де сондаймын. Жоқ, түсінбейміз. Негізінде мен бірінші айтып кетейінші, Дилбарға уже екінші рет сен қазақ-қырғызға тіл тигізіп отырсың осы жерде. Біз отырған кезде, біздің көзіміз отырған кезде өтініш қазақ-қырғыз деп бөлмеуіңді сұраймыз. Одан кейін біз кеткеннен кейін де осы жерде қазақ-қырғыз бір туған, осы жерде отырған біз дәлел болдық. Сондықтан өйтіп тіл тигізбеуіңді сұраймын. Бізге ауыр тиіп отыр мына жерде. Міне. Мен мына жерде тек қазақ-қырғыз деп бөлген жоқпын, жай ғана жайықты емес, жалпы жаңа айтты ғой, кеше айттым, қырғыз қыздарынан қызғанамын деп жайықты айтқан себебім тек қазақ жігітінің қазақ қызына үйленгенін қалаймын деп өз ойымды айттым. Сіздерге ешқандай артық ешнәрсе айтқан жоқпын. Жоқ, оның алдында да сіз айттыңыз, өзге ұлт ойбай қырғыз келсе бұндай деп. Кейін одан кейін эфирден шыққаннан кейін жанымызға келіп өзің айтқан болатынсың. Ой, неге айттым, өзге ұлт бірдеңке мұнда сіздер отыр екенсіздер ғой деп. Онда 200-дік танытпауыңды сұраймын. Одан кейін мына жақта қырғыз деп айтпай қой, басқа ұлт айтшы, өтініш мысалға. Сен бір қандай қырғызды бір жаман ұлт сияқты бір үйге келіп бір үйің тонап кеткенде айтасың да. Жаман адамдар болады. Жай ғана бұл мен